Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін жоғарғы ми жұмысын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз биологиялық ырғақтар және ұйқы деп аталады. Сендер өткен параграфтардан білесіңдер. Табиғаттағы көптеген құбылыстар циклдық сипатқа ие. Циклдық сипат дегеніміз не? Ол бірінен соң бірі қайталанатын нәрселер. Мысал үшін, күн мен түннің ауысуы, жыл мезгілдерінің ауысуы, құстардың қыста жылы жаққа кетіп, көктемде қайта оралуы, бұлардың барлықтар циклдық құбылыстар болып табылады. Ал адам да табиғаттың бір бөлшегі. Оған да циклдық құбылыстар тән. Адам күндіз белсенді тіршілік етеді де, белсенді қимыл қозғалыс жасайды да, түнде демалады. Бірақ біз мынаны ұмытпауымыз керек. Бұл ырғақ дегеніміз, адамда ырғақ дегеніміз, ұйқы мен сергектіктің ауысуы деп осылай айтуға болмайды. Себебі ғалымдар былай істеген. Олар зерттеу жүргізген кезде түнгі сағат 3-те біздің артериялық қысымымыздың төмендегенін байқаған. Ал білесіңдер ме? Бізде сағат таңертеңгі 9-да жүрек барлық күшімен белсенді жұмыс істеуге дайын болатын. Ал күндізгі 4-те біздегі қант мөлшері жоғары болады. Бұл нені көрсетеді? Сонда біздің ағза тек қана түнде ғана, ұйқы кезінде ғана демалмайды, оның да ұйқы мен сергектік тек қана осылай ұйқы, одан кейін сергектік және ұйқы деген нәрсе бірден болмайды екен. Сонда физиологиялық қасиеттер әркімде әртүрлі және бәрінде бірдей болмайды. Негізінен біз осыны айтқан кезде біз өткен сабақтарды есімізге түсірейік. Естеріңде бар ма? Бізде фотопериодизм дегенді оқыдық, иә? Фотопериодизм дегеніміз не? Ол күн ұзақтығына байланысты ағзаның өзінің физиологиялық үдерістерін өзгерту қабілетін фотопериодизм деп атағанбыз. Ал сендер білесіңдер ме? Биологияда ырғақты зерттейтін ғылым бар. Ол ырғақты зерттейтін ғылымды не деп атаймыз, білесіңдер ме? Ол хронобиология деп аталады. Ырғақты зерттейтін ғылым. Енді біз ұйқыға келейік. Ұйқы дегеніміз не? Ұйқы дегеніміз ағзаның, ми мен ағзаның физиологиялық күйі болып табылады. Ұйқы бір-біріне қарама-қайшы келетін, қарама-қарсы әрекеттерден тұратын екі бөліктен тұрады. Енді тақтаға қарайық. Тақтаға қарасақ, біз кестені көріп тұрмыз. Кестеде баяу ұйқы, тез ұйқы деген сөзді көріп тұрсыңдар. Сонда бізде ұйқы нешеге бөлініп тұр, балалар? Екіге бөлініп тұр. Олар баяу ұйқы және тез ұйқы. Баяу ұйқыны ортодоксальды деп атайды. Ал тез ұйқыны парадоксальды деп атайды. Ортодоксальды дегеніміз последовательно, кезектесіп келіп тұратын. Ал парадоксальны деген сөз, ол өзгерген деген мағынаны білдіреді. Енді баяу ұйқы мен тез ұйқыны біз салыстырайық. Негізі ұйқы деген физиологиялық күй дедім. Ұйқы кезінде не істейді? Адам демалады. Адамды мынандай тәжірибе жасаған. Адамға ұйқы бермей, 6 күн ұстағанда, одан да көп күн ұстайын деген кезде, 6-шы күні адамдарда есте сақтау қабілеті төмендеп, зейіні төмендеп, адамда үнемі бас ауруы пайда болған. Сонда ұйқы дегеніміз не? Ұйқы ол адамға қажетті нәрсенің біреуі. Адам өмірінің 3-тен 1 бөлігін ұйқымен өткізетінін ұмытпайық. Сонда ұйқы кезінде ағза демалады. Ағза демалғанда физиологиялық процестер өзгеріске ұшырайды. Физиологиялық процестер неше түрлі өзгеріске ұшырайды. Енді баяу ұйқы мен тез ұйқыны салыстырайық. Баяу ұйқы кезінде не болады? Баяу ұйқы кезінде жүректің соғысы, тыныс алу, ол баяулайды, аты айтып тұр. Қыртыста тежелу басым болады. Қозу емес, тежелу басым. Және мида баяу, жиі ырғақтар пайда болады. Одан кейін зат алмасу
температура төмендейді. Сондықтан ұйықтаған кезде адам тоңып қалдым деген сөзді көп естисіңдер. Неге тоңады? Себебі температура төмендеу болады. Бұлшықет жиырылмайды, сондықтан дене босаңсиды. Ұйқының 80-85% осы баяу ұйқыға келеді. Ал бұлшықет пен жүрек пен дене мүшелерінің жұмысқа қабілеттілігі осы баяу ұйқы кезінде қалпына келеді. Ал енді тез ұйқы ше. Тез ұйқы өзі айтып тұр, аты айтып тұр. Бұл ұйқыны ғылыми тілде парадоксальды деп аталдық дедік. Өзгеше деп атадық. Жүректің соғуы, тыныс алу жоғарылайды, жиілейді. Қыртыста тежелуден гөрі қозу басым болады. Зат алмасумен температура жоғарылайды, бұлшықеттер жиырылады. Сол кезде, егерде ол жануар болатын болса, олардың мұрындары, құлақтары, мұртшалары қимылдап жатады. Ал кейбір кезде ұйықтап жатқан адамға анықтап қарайтын болсаңдар, онда көздерінің қабақтарының астындағы көз алмасының қимылдап жатқанын көруге болады. Ғалымдар айтады, адам ұйықтаған кезде сол бір тәулігінде осы тез ұйқы кезінде 25-30 рет аударылады деп айтады. Ол нені көрсетеді? Ол бұлшықеттердің жиырылатынын көрсетеді. Сол кезде аяқ қолдың қозғалысын біз көруге болады. Ұйқының 20-25% осы тез ұйқыға тиесілі болады. Мидың жұмысқа қабілеттілігі, ойлауы, ол ақпаратты есте сақтауы қалпына келеді. Ғалымдар былай тәжірибе жасаған. Адамды баяу ұйқы кезінде 12-14 сағат баяу ұйқыдан кейін тез ұйқы фазасында адамды оятып отырған. Сол кезде ол оянған адам өзін жаман сезінген және оның ұйқысы қанбаған, ұйқым қанбады деген шағымдар айтқан. Ал адамды 20 сағат бойы баяу ұйқымен ұйықтатқан кезде олар шаршағандығын сезінген. Сонда не істейді? Қараңдаршы балар, баяу ұйқы мен тез ұйқының ең соңғы жазуына қараңдаршы. Бұлшықеттің жүрек пен дене мүшелерінің жұмысқа қабілеттілігі қалпына келеді дейді. Сол кезде бұларда жүректің соғысы баяулаған кезде, олардың тыныс алу төмендеген кезде, қан қысымы төмендеген кезде олар демалады, ол қалпына келеді. Ал тез ұйқы кезінде мидың жұмысқа қабілеттілігі, ойлау, есте сақтау қалпына келеді. Тез ұйқы кезінде адамды оятатын болса, ол түс көріп жатқан болса, ол көрген түсін айтып бере алады. Неге? Себебі тыныс алу, жүректің соғуы және қыртыста қозу күшейгендіктен ол өзінің түсін айтып бере алады. Сол кезде бұлар ұйқының 20-25% тез ұйқыға тиесілі болса да, ол тез ұйқы болмаса, адам демалмайды. Бұл фаза болмаса, адамда шаршағандық, есте сақтау қабілеті төмендейді. Міне, сондықтан бір күннің ішінде, тәуліктің ішінде осы баяу ұйқы мен тез ұйқы бір-бірімен алмасып отырады. Сонда біз ұйқы дегеніміз сонымен не болды балар? Ол ағза мен мидың физиологиялық күйі болып саналды. Сонымен ұйқының екі фазасы бар, ол баяу ұйқы және тез ұйқы. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарың болса біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.